Денсаулықтарыңыз қалай, жақсысыздар? Жақсы Аллаға шүкір. Үлкен кісі ғой. Мөлшек қой, Бұғай бала. Көке, сіз тиктокта отырасыз ба, атама? Ойбай, мен көп тұрғым шетіп отырмын ғой. Атам онда енді... Тиктокта ақтан білет деймін да? Енді кірсін кіреміз ғой, енді арасында отырамыз. Ата телефон беріңізші. Ей, тұра, чай, кет жанаққа. Ата емес ау. Ата бала шағасынан немере шөбересіне андай не көрсетіп жүр. Андай масыл болып жүрген ата мынау. Жақсы ата ғой, мұндай үлгі көрсетіп жүр ғой. Қазір заманауи аталар осылай ғой, тиктокқа кіріңдер деп ойлаймын. Бұл ата емес ау. Ойнайсыңдар ма? Кет. Батылды ақтан білетін ау. Ой, ата емес қой, ана жігіт қой. Қайсы жігіт? Не дейді? Бұл ана ННН-нің фильміне түскен, короче, анау ненің историчный кино сияқтыға түскен жігіт бұл. Бұл өйстіп ата сияқты болып жүреді. Дәл өзі таптың братан, Жасұлан Айтенов дейді. Жасұлан Айтенов, қой есімін білмей жүрмін. Бұл дауысын танып қойдым уже, түріне мимикасына қарап, ата емес екен. Айдан не айтады, түсінбеймін. Мен қазақша кинолардың бәрін көріп, мен ақымақ деп ойлайсың ба не деген отырған. Мына жақта екі жақта отырмын мен қазір. Екі жақтан отырсың, Ей, сен олай қылжақтай берме, әйтпесе оңбай қаласың. Ей, мынау жақсы кетті. Заманбек деген фильм шықты ғой, көрдіңдер ме? Қазір барадық соған, Жасик, қазір барадық. 7:30-да. Соған шақырамыз, бәрін келіңдер, көріңіздер. 4000 адам тыңдап тұр, сен айта бер. 4000 адам. Заманбек фильмі шықты. Серік деген немерем түсірген қарыздан қауғаланып. Мына бүткіл пенсиям сал жіберді. Барыңыздар, қалмай. Кеміз. Әй, түсіндің ба деймін әй, тура осы кісінің туған немересі Серік. Әне қызының баласы ғой, сол түсірген. Көріңдер. Әйтпесе адам ренжіп жатыр. Адам попробуй жага деп ренжіп. Смс жазып жіберді. Әй, бауырым. Ей. Қолдандар ей. Ассалаумағалейкум ағам, қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай, жақсыз ба? Аллаға шүкір сен. Бірден анып қойдым ойжаған. Соның атын қалды, бірақ бірдеңке деген кино ғой, бірдеңкені. Ол да сол баяғы заманға кетіп қалатын туралы ғой. Мына кино дұрыс. Бір апта Заманбек деген фильм, Заманбек. Достар, бар көріңіздер, өкінбейсіздер. Мұрат ағам, барыңыз фильмге. Бек Алтынбекке.